Саламатсыздарбы құрметті бүгінгі біздің тақырыбымыз қарапайым арифметика. Яғни біз миымызда сандарды ойланбай жылдан қосуды үйренеміз. Ол үшін біз ең қарапайымдан бастаймыз. Яғни 8 қосу 7. Тең болады. Мәселе осы жерде не болып есептеледі бізде? Мәселе біздің математикадағы терімдік қасиетті пайдалану. Яғни мына екінші тұрған санды біз қазір 2 санға жеткіземіз. Яғни 8 қосу 2 қосу 5 өзімізді біздің 7 саны 2 қосылышқа жетеді. Одан кейін 8-ге 2-ні қосамыз, 10 шығады, қосу 5 шығады, нәтижесінде 15-ге жауап шығады. Яғни сіздер ойлауларыңыз мүмкін, осы қасиетті біз неге пайдалана береміз? Себебі бізге келешекте жылдам есептеуге көмегін тигізеді. Әрмаңдай жалғастырайық. 17 қосу 9. Енді сіздер ойлауларыңыз, 17-ге 9 қосқанда мен оң астына бағандап қоса саламын деп. Яғни қоссаңыз 9-ға, 7-ге 9 қоссаңыз 16 шығады, 6 сөйтсек 1 ойда, одан кейін 1, 2 болады. 26 шығу керек бізге. Бірақ одан да жылдам оңай жол бар. Ол үшін біз кетеміз. 17, мына санды 2 қосылышқа жеткіземіз, ол бізде 3 және 6 өтті. Сондықтан 3-ті аламыз. 3-ні аламыз да, оған апарып 6-ны қосамыз. Нәтижесінде бізде бірде 20 қосу 6 тең 26 шығады. 26 деген сан шығады. Дәл осылай кез келген сандарды жылдан ойланбай қосуға болады. Енді біз есебімізді сәл күрделендірейік. Яғни 2 таңбалы санда 2 таңбалы санды қосайық. Ол үшін 25-ге қоссақ 38-ді біз енді былай қосамыз. Екінші тұрған санымызды, бұны да дәл жаңағыдай терімдік қасиетті пайдаланып 2 қосылышқа жіктейміз. Бірінші 25 қосу 30 қосу 8 деп жіктейміз. Одан кейін қосып аламыз, мына екеуі. Сол кезде бізде нәтижесінде ол бізге 55-ті береді. Оған қосамыз 5-ті және қосамыз 3-ті. Мына сан қаяқтан шықты? Яғни 8-ді біз тағы да бойынша 2 қосылышқа жіктеп аламыз. Нәтижесінде 63 шығады. Дәл осылай кез келген сандарды жылдам ойланбай қосуға болады.